Талғар ауданы Панфилов ауылдық округінде 55 отбасы баспаналы болды. Мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлер әлеуметтік осал топтағы азаматтарға берілді. Баспана бақытына қолы жеткен жандардың қуанышын әріптесім баяндайды. Талғар ауданында тұрғын үй саны артып келеді. Баспана Түзусай ауылында берілді. Раиса Мырзажанова 2 бөлмелі пәтер иесі атанғанына қуанышты. Өте қуаныштымыз. Бұл пәтерді біраз күттік. Өзім ерекше баланың анасымын. Әрі жалғыз басты анамын. 3 балам бар. Ерекше балам қазір 14 жаста. Енді қоныс той жасап анама осы үйді көрсеткім келеді. Армандар орындалатынын бәріне жеткізгім келеді. Талғар ауданында 10 мыңнан аса отбасы тұрғын үй кезегінде тіркеуде тұр. Оның 8 мыңға жуығы әлеуметтік осал топтағы азаматтар. Президент әрбір азаматтың тұрмыс сапасын арттыру маңызды. Жастар мен мұқтаж жандарға баспананың қолжетімді болу тиіс екенін баса айтқан. Пәтердің әр шаршы метрі 375 мың теңге. Әлеуметтік осал топтағылардан бөлек кез келген азамат үйлі бола алады. Мәселен, Бесағаш, Панфилов, Тұздыбастау сынды ауылдық округтерде көп қабатты үйлер бой көтеріп келеді. Үй кезегінде тұрғандар биылдан қалмай құтты мекендеріне жайғасады дейді аудан басшысы. Мемлекет бюджетінен бөлінген біздегі Талғар қаласында 72 пәтерлі 9 қабатты 3 үй осы жылға беріп жатырмыз. Олар арендный үй болып отбасы банкаға беріледі. Одан бөлек 9 қабатты үйіміз бар, 72 пәтерлік. Олар осы жылы жұмысын жалғастырады. Ал жеке меншікте соғылып отқан бізде 100-ге жуық деп айтсам болады. Сондай-ақ осы айда кезекте тұрған және 25 азамат үйлі болады. Оның қатарында мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік мекеме мамандары да бар. Ақжан Анапия, Рашид Шүкірәлиев, Қонаев медиа.